Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағын бастаймыз. Екінші сынып 24-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз қ мен қ. Сабақтың мақсаты қ әріптерінің жазу нүктесін білу. Мәтін мазмұны бойынша қойылған сұрақтарға жауап бере аламыз. 22-ші жаттығу бағандағы сөздерді оқы. Сабақ сабағы, барақ барағы, ұршық ұршығы, жарық жарығы, бұлақ бұлағы, қасық қасығы. Сөздерді салыстырып, сөз соңында қ дыбысының қ-ға өзгеруін айтып қой. Сөз қорытындылық төмендегі мәліметті салыстыр. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы қ-ға айналады. қ әрпі сөздің соңында жазылмайды. Қ-ға аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келсе, қ дыбысы қ-ға айналады. Мысалы, достық достығы, атақ атағы, құшақ құшағы. 23-ші жаттығу өлеңді тыңда. Құрақ құрал. Әжелер киім тіккенде бастамапты қықты. Әр алуан қиық түскенде дорбаға салып жиыпты. Көп киім тігіп тіккенде қиыққа дорба толыпты. Қиықты сәндеп тіккенде құрақ көрпе болыпты. Оразақын асқар. Өлең мазмұны бойынша берілген сұрақтар толықты, және оларға жауап бер. Әжелер киім тіккеннен кейін тастамайды. Олар қиықты тастамайды. Қалай жинайды? Дорбаға жинайды. Құрақ көп. 3-ші сұрақ. Одан қиық сәндеп тіккенде не болады? Құрақ көрпе болады. Қиық құрақ сөздер ы дыбысын жалған, дыбысын жалғап жаз. Не байқадың? Қ дыбысы қ-ға айналды. Қиық қиығы, құрақ құрағы. 24-ші жаттығу көп нүктенің орнына қ әріптерін кесісін қойып сөйлемдерді көшіріп жаз. Бір қозының аяғы сынып қалған екен. Қайрат қозының аяқ үйге алып келді. Атасы оның сынығын орнына салды. Кейін қозының аяғы жазылды. Мысалы, аяқ сөзінде, түбір сөзінде қ дыбысы, дауысты ы дыбыс жазылған кезде аяқ ғы болады. Мысалы, сынық, түбірі сынық, ын жалғау жалған кезде қ дыбысы қ-ға өзгереді. 25-ші жаттығу өлеңді көркемдетіп көшіріп жаз. Анаң күнің жүрегің, әкең өмір тірегің, әжең астың ардағың, атаң дана қорғаның. Мұрат Қуанышбек. Қарамен жазылған сөзде қай дыбыс өзгеріске ұшыраған бұның себебін түсіндір. Ардақ түбірі қ дыбысына аяқталған, ал дауысты дыбыс келген кезде қ дыбысы қ дыбысына айналады. Шығармашылық үзіліс 26-ші жаттығу ойын жұмбақтарын шешу. Қармағы бар қолында, кімді айттың бойымда? Балықшы әрине. Құрығы бар қолында, кімді айттың бойымда? Жоқшы. Қалағы бар қолында, кімді айттың бойымда? Бұл құрылысшы екен. Қарамен жазылған сөздерге дыбыстық талдау жаса. Мысалы, қармағы қ дыбысына аяқталады, ы дыбысы жазылған кезде қ дыбысы қ-ға айналған. Қармағы 3 буын, 7 дыбыс, қ дауыссыз, қатаң дыбыс, а дауысты жуан дыбыс, р дауыссыз үнді дыбыс, м дауыссыз үнді дыбыс, а дауысты жуан дыбыс, ғы дауыссыз ұяң дыбыс, дауысты жуан дыбыс. Балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.